Неліктен ешкі сүтін ішу керек? Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Егер сүт өнімдерінің барлық түрлері туралы айтатын болсақ, онда адамдар көбінесе сиыр сүтін жақсы көреді. Бірақ олар ешкі сүтін ұмытқан. Сіздердің назарларыңызға ешкі сүтін ішуге сендіретін 6 фактыны ұсынамыз. Сүттің емдік қасиеттері. Бұл өнімнің бірнеше емдік қасиеттерін бөліп көрсету қажет. Ешкі сүті шаш пен тырнақты нығайтуға көмектеседі. Бұл қан тамырлары мен адам жүрегіне жақсы әсер етеді. Осы өнімді үнемі қолданған кезде қанның сапасы айтарлықтай жақсарады, терінің жағдайы жақсарады, және бұл сүт асқазан ішек жолдарының ауруларымен күресуге де көмектеседі, уытты заттарды кетіреді. Бұл өнім төмен калориялығымен ерекшеленеді. Сондықтан диетаны ұстанатындар ешкі сүтін пайдасына жаратуға болады. Бұл сондай-ақ токсиндерді денеден шығаруға көмектеседі. Ақуызға бай. Ешкі сүтінде ақуыз өте көп. Бұл әсіресе спортшыларға пайдалы. Сіздің диетаңызға әртүрлі жасанды қоспаларды енгізудің қажеті жоқ. Жай ғана осы сүтті ішу жеткілікті. Күшті жыныстық қатынас үшін де ешкі сүтін жаңғақпен біріктіру арқылы потенцияны жақсартуға болады. Қанның ұюының алдын алады. Егер адам бұл сүтті үнемі ішсе, онда тромбтардың пайда болу қаупі бірнеше есе азаяды. Жүрек әлдеқайда жақсырақ жұмыс істей бастайды. Ішкі ағзалардың жұмысы қалыпқа келеді. Ешкі сүті туберкулезге пайдалы. Дәрігерлер бұл сүтті туберкулезбен ауыратын адамдарға ішуді ұсынады. Бұл бронх демікпесіне пайдалы. Витаминдер мен басқа да заттардың көп мөлшерінің арқасында бұл сүт асқазандағы микрожарықтарды емдеуге көмектеседі. Иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі және ұйқы сапасына оң әсер етеді. Бұл сүт суықтан жиі зардап шегетін адамдарға пайдалы. Әсіресе оны балалардың ас мәзіріне енгізу ұсынылады. Сонымен қатар, ешкі сүтінің кері көрсеткіштері де болады. Осы нюанстарды ескеру керек. Егер сіз панкреатитпен және сүтке аллергияңыз болса, бұл өнімнен аулақ болыңыз. Кейбір сарапшылар қант диабетімен ауыратындарға ешкі сүтін ішпеуге қатаң кеңес береді. Бірақ аз мөлшерде және егер адам оны аптасына 2 реттен ғана ішсе, зиян тигізбейтінін ескерген жөн. Құрметті көрермендер, ал сіз ешкі сүтін жиі ішесіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.